Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар. Номер 27 жалпы орта білім беретін мектептің директоры Тукенова Айгүл Тұрсыновна. 2024-2025 оқу жылы аяқталды. Бұл оқу жылы 34 оқу аптасын қамтыды. Назарларыңызға мектептің бір жылдық қызметінің қорытындысы ретінде ақпараттық есеп ұсынамын. Здравствуйте, уважаемые педагоги, родители и учащиеся. Директор средней общеобразовательной школы номер 27 города Семей, области Абай, Тукенова Айгүл Турсыновна. Завершился 2024-2025 учебный год. Разрешите представить вам информационный отчет о проделанной работе за учебный год, о результатах наших и достижениях. Мектеп ұжымы 2024 жылдың 31 тамызда педагогикалық кеңесте бекітіліп, қамқоршылық кеңесте мақұлданған оқу жоспарына сәйкес жұмыс атқарды. Барлық жоспарлаған іс-шаралар толық жүзеге асырылды. Маңызды ақпараттар уақытылы мектептің ресми сайтына және әлеуметтік желілерде жарияланып отырды. Педагогический коллектив работал в соответствии с планом, утвержденным на педагогическом совете 31 августа 2024 года. План был согласован с попечительским советом школы. Все запланированные мероприятия были выполнены. Информация о проведенных мероприятиях была размещена своевременно на сайте школы и в других социальных сетях. На конец учебного года контингент школы составил 1026 учащихся. Класс комплектов 51, 3 класса предшкольной подготовки. Жыл соңында мектепте 1026 оқушы білім алды. Барлығы 51 сынып комплект, оның ішінде мектеп алды, даярлық 3 тобы жұмыс істеді. Мектеп бойынша жалпы үлгерім 100%. Білім сапасы 69%. Бұл көрсеткіш бірінші тоқсанмен салыстырғанда 6%-ға, ал өткен оқу жылымен салыстырғанда 10%-ға өскен. Мектепте жоғары білікті педагогтер құрамы қалыптастырған. 92 мұғалімнің ішінде 19 зерттеуші, 23 сарапшы, 32 модератор санатында. Педагогтердің сапалық құрамы 4%-ға артып 45%-ды құрады. У школы хороший потенциал педагогов. Из 92 учителей 19 педагогов-исследователей, 23 эксперта, 32 модератора. Качественный состав педагогов составил 45%. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 4%. Результатом работы педагогов и учащихся является качество знаний за 2024-2025 год. Он составил 69%. По сравнению с прошлым годом это рост на 10%. Мектепте қауіпсіз білім беру ортасы жасалған, күзет қызметі бар, табыл түймесі орнатылған, өртке қарсы сигнал жүйесі және бейнебақылау камералар жұмыс істейді. Жаңа үлгідегі пән кабинеттері жабдықталған химия, физика, биология, информатика, география пәндерінен. В 2025 году открыт новый кабинет химии. Вместе с тем в школе имеются следующие кабинеты новой модификации. Это кабинет географии, кабинет физики, кабинет информатики и кабинет биологии. По школе горячим питанием охвачено 492 учащихся. Из них 466 учащихся первых-четвертых классов. По утвержденному плану работал кабинет поддержки инклюзии. 30 учащихся охвачены инклюзивным образованием. С ними работали методист, ассистенты, психологи, дефектологи и логопеды. Велось психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. Нашими результатами является достижение учеников. В городских олимпиадах 52 призовых места, в областных предметных олимпиадах 14 призовых мест, в научных конкурсах, в проектах конкурсах Дарын 37 призеров. Мектеп оқушылар жетістігі қалалық пәндер олимпиадалары 52 жүлделі орын, облыстық пәндер олимпиадалары 14 жүлделі орын, Дарын ғылымы жобалар байқауында 37 жүлдегер. Мұғалімдер жетістігі алтын тұғыр пәндік олимпиадаларында 22 мұғалім. Дарынды балаға талантты ұстаз байқауында 4 мұғалім. Педагогикалық идея фестивалінде 13 мұғалім. Мерейлі ұстаз байқауында 14 мұғалім жүлделі орынға ие болды. Адал азамат бағдарламасы аясында 34 сынып сағатты әр сыныпта және ата-аналар мен түлектердің қатысуымен 50-ден астам жалпы мектептік іс-шара өткізілді. Мектепте 28 үйірме және 5 спорт секциясы жұмыс істейді. Ата-аналармен тығыз жұмыс жүргізу мақсатында арнайы кабинет ашылды. Даналық мектебі бағыты бойынша түрлі іс-шаралар ұйымдастырылды.
В 2024 учебном году было реализовано два крупных проекта. Это 50 лет в школе и на экологической тропе. Был открыт кабинет в саду. В этом году в рамках проекта «Жасыл мектеп» планируется открытие на территории школы этноаул, Энтемах и парк «Флора и фауна» области Абай. 2025 год – это год юбилейный. 180 лет со дня рождения великого поэта, мыслителя, философа Абая Кунанбаева и 80 лет Великой Победе. Все мероприятия, посвященные данным значимым событиям, были проведены с приглашением учащихся, ветеранов, педагогов и родителей. 2025 жылғы сәуір айында мектеп мемлекеттік аттестациядан сәтті өтті. Мемлекеттік комиссия тарапынан 10 баға алды. 2024-2025 оқу жылында 9 сыныпты 70 оқушы аяқтайды. 19 үздік аттестат алуға үміткер. 11 сыныптың 47 оқушы бітіреді. Олардың үшеуі алтын белгіге үміткер. Жаңа үлгідегі пән кабинеттері жабдықталған. Физика, математика, биология, информатика және география пәндерінен. 2025 жылы жаңа химия кабинеті алынды. Оқу тәрбиесі процесінде сандық ресурстар кеңінен қолданылды. Пәндік презентациялар, оқыту бағдарламалары, электронды дискілер, ата-аналар, мұғалімдер мен оқушыларға арналған семинарлар мен тренингтер ұйымдастырылды. В учебно-воспитательном процессе активно использовались информационные цифровые материалы. Это предметные презентации, это обучающие программы, диски, электронное сопровождение тренингов и семинаров, которые проводились для учащихся, для родителей и для педагогов. Школа продолжает работать и планирует создавать качественную образовательную среду. Залогом успеха считаем сотрудничество, взаимопонимание между всеми участниками образовательного процесса, между учениками, учителями и родителями. Мектеп ұжымы алдағы уақытта да сапалы білім беру ортасын құру бағытында жұмысын жалғастыра береді.